біздің дәрежеміз Аллахтың алдында. Әуелде Алла, одан кейін пайғамбардың алдындағы дәрежемізді айтайықшы. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір күні сахабаларымен отырады. Бұл Мәдина шаһарында болған жағдай. Ансарлар бар, мұхажирлер бар, Меккеден Мединаға көшкен. Бадырды көрген, Ухудты көрген, Ухуд соғысында, қаншама Табук соғысының барлығын көрген сахабалар бар. Осының бәрін көрген сахабалар Аллахтың алдында үлкен дәрежелі сахабаларға пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Мен достарым, мен бауырларымды сағындым дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы сөз айтқанда сахабалар айтады: "Я Расулулла, біз сенің жаныңдамыз ғой, біз ғой сенің бауырларың." Жоқ дейді. Сендер менің достарымсыңдар деді. Сендер менімен бірге жүрген бауырлар. Менің болашақта бір бауырларым болады дейді. Мен соларды сағындым дейді. Сахабалар айтады: "Я Расулулла, қалай ол?" дейді. Сендерге қазір жеңіл дейді. Сендер уахиді көріп тұрсыңдар. Сендер Құранның түскенін көріп жатсыңдар. Сендер мені көріп тұрсыңдар. Қандай бір мәселе болсын, маған келіп менен сұрақ қоясыздар. Бүкіл мәселені шеше аласыздар. Діни мәселеде, дүнияуи. Бірақ олар дейді, оларда ондай жоқ дейді. Олар мені көрген жоқ дейді. Мені уахиімді көрген жоқ дейді. Менің жанымда жүріп маған сұрақ қойып жатқан жоқ. Бірақ дейді, сендер сияқты олар маған сенеді, маған иланады, менің сүннетімнің артынан жүреді деді. Міне осы бауырларымды мен сағындым дейді. Субханалла. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы хадиспен, имам Бухариде келеді, осы хадиспен бізді сүйіншілейді жігіттер. Бұл ұлы үлкен қадамдардың бірі. Алла тағала осындай бізге мүмкіндік берген кезде біз осыған шүкір етуіміз керек. Тағы да қалай айтайын? Қалай? Ла иляха иллаллах. Аллахтан басқа құлшылыққа лайықты бірде-бір құдай жоқ екеніне куәлік беріңдерші, болды. Ең ұлы шүкіршілік осы. Серік қоспаңыздар.